Құрметті мұғалімдер, біз осы уақытқа дейін WhatsApp және Telegram каналының мүмкіндіктерін барынша пайдаланып келдік. Сол үшін бүгін мен сіздерге Telegram каналының тағы бір пайдалы тұсын көрсеткім келіп отыр. Мүмкін араларыңызда бұл каналды көп пайдаланбайтын әріптестер болса, көріп өз тәжірибелеріңізде пайдалансаңыздар болады. Ол үшін ең алдымен Play Market'тен Telegram каналын жүктеп аласыздар. Ол міне мынау. Менде жүктелген дайын. Жүктеп алған соң Telegram каналын ашасыздар да, Telegram деген бас жағында жазылып тұрған тұста басасыздар. Бөлікте создать группу деп тұрады. Осыны бассаңыздар, группа ашуларыңызға болады. Сабақ беретін сыныптағы балаларды толық енгізіп аласыздар. Бір адамды ғана енгіземін. Одан кейін сол группаның атауын жазуларыңыз керек. Міне, мен мектеп деп группа аштым. Мектептің ішінде бірнеше оқушым бар, мысалға. Енді осы группаның ішінде сіздер бүгінгі сабақтарыңыздағы оқушының білімі қаншалықты деңгейде екенін анықтау үшін, немесе оқушыдан өткен сабақ бойынша кері байланыс алғыңыз келсе, және келесі сабақты жоспарлау үшін баланың жалпы білім деңгейін білу үшін сіз осы Telegram каналындағы бөлігін пайдалансаңыз болады екен. Бұл жерде төмен жағына қарасаңыз, микрофон мен скрипка тұр. Сіз осы скрипканың үстін бассаңыз, бірнеше терезе шығады. Осы терезенің ішіндегі опрос деген бөлігін бассаңыз, бас жағында вопрос деген сөз шығып тұрады. Осы вопрос дегенге, мысалы, кез келген бір сұрақ дайындайық. Мысалға, Пенжім орта мектебіндегі дейіне, мектебіндегі мұғалімдердің жас шамасы нешеде? Сұрақ қойылды. Пенжім орта мектебіндегі мұғалімдердің жас шамасы нешеде? Енді мына жерде жауаптарға мен бірнеше жауап нұсқаларын қоюым керек. Мысалға, 18 пен 25 жас дейін. Екіншісіне 26 мен 35 жас дейін. Үшіншісіне 36 мен 45 жас дейін. Төртіншісіне 46 жас пен 55 жас деп жазайын да. Ең соңғы нұсқа болсын, мен бұған 56 жастан жоғары. Міне, сұрағын жаздық, бірнеше нұсқасын қойдық. Енді астын жылжытсаңыздар, настройкасы бар. Сол жерден сіз жаңаға бірнеше жауапты белгілеу дегенді басасыз да, оның бас жағындағы анонимное голосование дегенді өшіріп тастайсыз. Сіздің тапсырманы жаздыңыз, настройкасын қойдыңыз. Енді сіз создать деген басасыз. Міне, мына жерде сіздің опросыңыз шықты. Бұл жерде Пенжім орта мектебіндегі мұғалімнің жас шамасы нешеде? Мысалы, мен осы жерге өзімнің жас шамамды жазамын, белгілеймін. Белгіледім ғой, белгілегеннен кейін голосовать деймін. Ең соңында результат шығады. Енді результатын шығатын кезде бассаңыз, кімнің қай жас шама аралығында белгілеген көрініп тұрады. Дәл осындай тапсырманы сіз түрлендіріп қойсаңыз болады. Жаңағы бірнеше жауаптарын дұрыс тапсырманы қойып, осының ішіндегі дұрыс жауаптарды тізіп балаларға таптырсаңыз, ол бала дұрыс табатын болса, бірнеше нұсқасын табатын болса, мына жерде қорытындысында ол баланың
қанша оны дұрыс тапқаны, қанша оны қате тапқаны көрініп тұрады. Телеграм каналындағы бір ерекшелік осы. Енді Телеграм мессенджерінде жұмыс жасау WhatsAppқа қарағанда жеңіл жүктелетін программа. Біріншіден, телефонның памяті толмайды. Екіншіден, чатты тазалаудың ешқандай қажеті жоқ. Өзінің облакасы бар. Телефонға ауырлық салмайды. Тағы бір ерекшелігі, өзгерте аласыз. Кез келген хатты жібергеннен кейін оны бірнеше күн өтіп кетсе де өзгерте аласыз. Сол жіберілген хатыңызды өшіру керек болса, оқушыларыңыз оқып біткеннен кейін бірнеше күн өтіп кетсе де оны өшіре аласыз. Сондай-ақ материалдар бұл жерде ұзақ сақталады, жоғалып кетпейді. 2-3 жылға дейінгі материалдарыңыз сақталады, телефонның памятін алмайды. Телеграмның осындай бір ерекшеліктері бар.